Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге пеште дайындалатын люля кебаптың рецептісімен бөлісемін, яғни үй жағдайындағы шашлык. Өте керемет болып шығады. Бізге керегі осындай тартылған ет, сиырдың еті қажет болады. Еттеріңіз өте майлы болуы қажет, майлылығы жоғары болу керек. Осының үстіне бір үлкен пиязды ет тартқыштан өткіземіз. Қарап отырсаңыздар, менің етім майлы, яғни майлылығы жоғары. Сол кезде сіздердің кәуаптарыңыз өте дәмді болып шығады. Егер майсыз еттен жасайтын болсаңыздар, сіздердің кәуаптарыңыз кішкене қатыңқырап, еті қаттылау болып қалады. Сол себептен осындай майлы ет таңдаған дұрыс болады. Біз пиязымызды ет тартқыштан өткіздік. Енді осының үстіне дәміне қарай қара бұрыш, кориандр және тұз салып, жақсылап қолымызбен араластырамыз. Дәмін міндетті түрде көріңіздер. Тұзы аз болмаса көп болып кетпеу керек. Өте дәмді болып шығады. Мен бүгін жасап көрдім. Мен алдында бірнеше рет жасайтын едім, бірақ қазір оразадан кейін бұл тағамды жасамағаныма біраз болған екен. Бүгін сіздер үшін осылай рецептпен бөлісейін деп, сол үшін жасап көрдім. Өте дәмді болып шықты. Менде әрқашанда осылай дәмді болып шығады. Ол негізінде еттің майлылығына байланысты. Сол үшін майлы етті таңдаңыздар. Міне енді біз осылай бірнеше бөліктерге бөліп, мен таразыға тартып алдым. 180 граммдай болды. Егер бұндай таразыларыңыз болмаса, ондай бір уыс қылып, тартылған етті бір уыс қылып, солай көз мөлшерімен жасап көрсеңіздер болады. Менде осындай шпажкамен жасадым. Бастапқыда шпажкамен жасаған өте ыңғайсыз болады. Себебі біздің етіміз шпажкадан сырғып, солай ыңғайсыз болады. Сондықтан мен осыны тарелке қойып, астына қолыммен осылай формаға келтірдім, яғни кәуаптың формасына келтірдім. Пешті алдын ала қыздырып қоямыз 180 градусқа. Осындай противеннің үстіне фольгамызды төсеп, үстіне кішкене май құйып, осылай бүкіл жерінен жағып шығамыз. Енді шашлыктарымызды, кәуаптарымызды осылай бір-бірден қойып шығамыз. Өте тойымды тағам. 3-4 адамға жеткілікті. Дәл осы рецептпен менде 8 дана кәуап шықты осындай. Тек 8-ші кәуапта кішкене 140 граммдай болып қалды етім. Сіздерде де солай 8 дана шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кәдімгі үй жағдайындағы кәуап. Енді дәмділігін мен айта алмаймын. Сол үшін өздеріңіз жасап көру қажетсіздер. Сосын осылай етті шпажкаға жапсырып жатқан кезде сіздерге қолдарыңызға ыңғайсыз болады. Себебі ет майлы болғандықтан қолдарыңызға жапсады. Сол себептен қолдарыңызды салқын суға сулап алсаңыздар болады. Сол кезде ыңғайлы болады. Міне менде 8-ші кәуабымды жасадым. Кішкене жетпей қалды, бірақ еш нәрсе етпейді. Барлығын осылай формаға келтірдік. Енді қызып тұрған 180 градуста шамамен 40 минуттай пісіріп аламыз. Бірақ міндетті түрде қарап тұруларыңыз қажет. Себебі әр пеш әрқалай пісіргендіктен уақыттары бірдей болмайды. Кейбір пештер болады, ерте пісіріп қояды. Сол себептен қызарғанша пісіріп аласыздар. Енді біз осындай пиязымызды тураймыз.
өте жұқа етіп. Осындай үлкендеу ыдысқа саламыз. Мен аскөкті қосқанды ұнатамын. Ұнатпаған жандар болса, қоспай қойсаңыздар да болады. Аскөк, көк пияз қосқан жақсы көрем, себебі олар кішкене ерекше дәм береді. Кез келген тағамға болсын, жаңағы пиязбен, салатпен араластырғанға мен өзіме қатты ұнайды. Сол себептен мен үнемі байқасаңыздар көп жаңағыдай тағамдарға қосамын. Енді осының үстіне дәміне қарай кішкене қара бұрыш пен қызыл бұрыш септім. Жақсылап араластырдым. Бұл біздің шашлығымыздың жанына қоятын пияз. Біздің пиязымыз дайын болды. Енді піскен кәуабымызды пештен аламыз. Қарап отырсаңыздар, өте керемет болып піскен кәуабымыз, өте дәмді. Міндетті түрде жасап болғаннан кейін комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруды сұраймын. Лайк басып, менің каналыма міндетті түрде тіркеле кетіңіз. Сіздермен болған Ақбота.